Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз капустадан салат жасаймыз. Бұл салат кез келген тағаммен өз үйлесімін табады. Жаңадан шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін арнама жазылып қойыңыздар. Бізге керекті заттар: қырыққабат және де орташа сәбіз, тұз, қант, сұйық май және лимон шырыны. Ең алдымен қырыққабатымызды майдалап турап аламыз. Қырыққабатымыздың барлығын турап біткеннен кейін оны тереңдеу ыдысқа саламыз. Оның үстіне сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Сәбізімізді үккіштен өткізіп болдық. Енді оның үстіне 1 шай қасық тұз, 1,5 шай қасық қант саламыз. Енді сәбізіміз бен қырыққабатымызды жақсылап араластырып аламыз. Үстіне салынған тұз бен қантымыз араласу керек. Қырыққабатымыз бен сәбізімізді жұмсарғанша осылай жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін оның үстіне кішкене ғана лимон шырыны мен сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді бұл дайын болған салатымызды 2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Мінекей, біздің салатымыз дайын. Капустаның дәмі тіл үйіретін болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Дайын болған салатымызды өзіміздің керекті ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынамыз. Салаттың жасалуы ұнаса, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Ас болсын.